әрбір намазхан осы жерде отырған өз әулетіңнің ішінен таңдалғансың. Басыңыздан сипау үшін таңдалған жоқсың. Жауапкершілікті ілу үшін таңдаған сізге. Білім ізденесің ба? Тәжірибе жинайсың ба? Хадис оқисың ба? Құран оқисың ба? Уағыз тыңдайсың ба? Әулетіңнің ішінде айнал. Әулетіңнің ішінде жұмыс істеуде тәжірибе жинай, адамдармен қалай жұмыс істеу керек. Сол әулетің үшін жауап бересің. Оған жауап бермеймін деген нәрсе ондай болмайды. Өйткені сіз олардың біреудің иман келтірмегені үшін ғана жауап бермейсіз. Бірақ жеткізбегеніңіз үшін міндетті де жауап бересіз. Өйткені сізді жақсы болғандықтан қойған жоқ бұл жерге. Сізді бұл жерде олардан артық болғаннан қойған жоқ. Бірақ сізді осы шүкіршіл болар деп сізге рахмет түсті, бітті. Ешқашан сіз олардан өзіңді артық санай алмайсың. Олармен осылай сөйлесіп, өз әулетіңнің ішінде Аллаңды, пайғамбарыңды сол жақта танып жұмыс істе.